Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге курдюк, яғни қойдың құйрығын майын тұздайтын боламын. Ол үшін осындай шикі құйрықтың майын алып, пышақтың көмегімен бөліп, және де арасын бөліп, жарты сағат суда қайнататын боламын. Арасын бөлген себебім тез бірдей аралықта пісу үшін осылай арасын бөлдім. Бұл құйрықтың майын ата-бабамыздан келе жатқан өте пайдалы, ағзаға әсіресе тұздап қыста жесеңіздер тоңбайсыздар және де тоқ жүресіздер. Орташа отта қазір мен жарты сағат қайнатып пісіріп аламын және де оны тұздап 3 күнге қойып қоямын, суытып. Мінекей біздің курдюгіміз, яғни құйрықтың майы 3 күн тұрды. Енді мен қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, чеснок қосып тұздайтын боламын. Қара бұрыштан үлкен қасықпен 2 қасық, паприкадан 3 қасық, және де қызыл бұрыштан 1 қасық қосамын. Және де чеснокты, 1 үлкен чеснок, және оны чеснок өткізетін мен осылай қоссаңыздар болады, немесе майдалап турауға да болады. Мінекей осылай араластырып, құйрықтың майын ыңғайлы етіп кесіп алып, қазір осыларға ысқылап отырып бұрыштайтын боламыз, тұздайтын боламыз. Қазір мен барлығын осылай бөліктерге бөліп аламын. Осылай ыңғайлы. Содан кейін қолдың көмегімен ысқылап отырып бұрыштаймыз. Осылай бір жасап қойсаңыздар, ұзақ уақытқа жетеді. Және де морозильникке салып қойсаңыздар, тек шетінен алып, жеу беруге болады. Мен өзім осылай жасап қоямын. Біздің үйде жолдасым және де балаларым жақсы жейді. Осылай барлығын бұрыштап, қазір мен арнайы қауырсындарға салып, морозильникке тастайтын боламын. Сол кезде тұз сіңіп әдемі болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ұнайтынына сенімдімін. Және де өте пайдасы зор. Мінекей курдюктың бәрін осылай дайын болғаннан кейін осындай қауырсындарға саламын. Мінекей көріп тұрғандай керемет бұрышталды. Осындай ыдыстарға салып қойсаңыздар болады, немесе банкіге де салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз, одноразовый пакетке де салуға болады. Менің тәсілім сіздерге ұнап жатса, достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар және қоңырауша белгісін басыңыздар.
менің әрбір рецептімді бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар әрине, және де лайк басып комментария қалдырыңыздар. Сіздермен болған Бекзат. Мінекей мен қалғанын осылай пакеттерге салдым. Сау болыңыздар.